қазіргі уақытта интернетте және де интернетте ғана емес, телефон, қоңырау арқылы адамдарды алдауға, мысалы, мошенниктар, алаяқтар кіріседі. Оның біреусі ол iPhone 30 деген бар. Олар біріншіден сіздерге Instagram'нан жазады. Сіз iPhone ұтып алдыңыз деп. iPhone ұтып алғаннан кейін Instagram'нан сізді Telegram'ға жібереді. Телеграмда сізге, то есть, хаплинк ссылка жіберетін болады. Ол ссылкаға кірген кезде сіздерде, яғни анкета тұрады. Анкетаны толтыру үшін сіз удостоверение, жаңа жеке куәліктің иінін жазуыңыз керек болады, номерін жазуыңыз керек болады. Сол ақпаратпен олар сіздің атыңызға кредит алады, және де кредитті 1 миллионнан 10 миллион сумманың арасында алады. Екінші схема ол жаңағы сіздерге банктер хабарласады. Банктен хабарластық, сіздің атыңызға осындай адам кредит алайын деп жатыр деп. Және де сіздер хабарласқан номер бойынша ол алаяқтар. Сосын ол алаяқтар, яғни жаңағы сіздің банктан мыс деп айтайық, ол негізі банктың ешқандай банк қызметкерлері сізге телефон шалып, ешқандай сіздің жеке ақпаратыңызды сұрауға құқығы жоқ. Негізі солай. Бірақ та сіздің атыңызға кредит алайын деп жатыр, өзіңіздің жаңағы ақпаратты беріңіз, иініңізді айтыңыз деп, ол алаяқтарды сіздің жаңағы сіз туралы ақпарат алады да, тағы да сіздің атыңызға кредит алады. Сізде егер мысалы черный списоктан шығарып береміз, жаңағы кредитная история жөндеп береміз дейді, солайда мысалы микрозаймдардан сіздің атыңызға миллиондап ақша алады. Құтқармақшы болып, одан сайын сізді... Егер мысалы біздің қазақстандық банктер ақша бермесе, олар деген жаңа микрозаймдардың ақша алады, өткен олар черный списокқа қарамай бере береді кредитті. Сондықтан Инстаграмда қазір көріп жүрген барсыздар, неше түрлі жарнамалар шығып жатыр. Интернет-магазиндер. Көбі маған осы туралы күніне 100 адам жазады. Ең бірінші алданбас үшін мен сіздерге айтарым, ең бірінші мекен-жайына назар аударыңыздар. Мекен-жайы олардың көбінесе өтірік мекен-жайы жазады олар дейтін. Дүкеннің мекен-жайын сіздер Тугис дейтін приложение бар. Соған жазып қарасаңыздар, бұл жерде көрсетеді, ондай мекен-жай жоқ екен. Екіншісі, ақшаны қайда аударатыныңызды қараңыздар, ақшаны. Яғни олар көбінесе карта другого банка, Каспийда білетін барсыздар, карта другого банка деген бар. Соған ешқашанда ақша жібермеңіздер, себебі оларды табу уже мүмкін емес болады. Карта другого банка никогда жібермеңіздер. Үшіншісі, мекен-жайын айттық. Енді үшінші төменде комментарий, яғни пікір жазатын жерде олар көбінесе өздерінің комментарийсін жауып тастайды. Өйткені ол жерде комментарий өте жаман пікірлер жазады кісілер. Сондықтан олардың комментарийсы жабық болады. Жабық болса, мен сіздерден заказ бермеулеріңізді, яғни тапсырыс бермеулеріңізді сұраймын. Осы үшеуіне назар аударуларыңызды сұраймын. Көбі маған осы туралы жазады, қалай алданбауға болады деп, міне осы нәрселерге назар аударыңыз.